Сәлеметсіздер ме? Өмірден алынған арнасына қош келдіңіз. Шынайы оқиғалардың бүгін тағы бір кезекті әңгімесі. Бүгін біз сіздермен 16 жастан басталған махаббаттың соңы немен аяқталғаны жайлы сөз ететін боламыз. Шынайы оқиға өмірде болған. 16 жасында жігіт пен қыз бір-біріне қатты ғашық болып қалады. Олар бір-бірін өте қатты жақсы көреді. Құлай ессіз бір-біріне ғашық болады. Ол екеуі бір-біріне шыдамай жыныстық қатынасқа түседі. Содан қыз аяғы ауыр болып қалады. Қыздың есімін Айдана деп алайық, аты өзгертілген. Жігіттің аты Диас. Айдана өте көрікті болады, ал Диас та келіскен, денесі ұзын, жауырыны тоқпақтай ақылды, білімді жігіт болады. Екеуі біраз нәрсені армандайды. Сөйтіп жүріп, қыздың аяғы ауыр екендерін біледі. Қыздың анасының мінезі өте ауыр болады. Қызының Айдананың аяғы ауыр екенін ести сала, анасы қарсы болып, өзінің жүріп жүрген любовнигіне, яғни Айдананың анасының любовнигі гинеколог болып жұмыс атқарады сол кездері, сол өзінің любовнигіне Айдананы алып барып, аборт жасатады. Өкінішке орай. Екеуі де 16 жаста. Сөйтіп жүріп, екеуі де мектеп бітіреді, екеуі екі жаққа кетеді. Арада 10 жыл уақыт өтеді, ойлаңыздаршы, 10 жыл уақыт. Екеуі бір-бірінің қайда, не істеп жүргендерін білмейді. 10 жылдан кейін Айдана тұрмыс құрған, бірақ баласы жоқ. Оның күйеуі психолог болып жұмыс атқарады. Яғни үй жағдайында пациенттер қабылдайды. Психоаналитик деп айтқанымыз дұрыс болар. Ал Айдана болса жұмыс жасамайды. Кезінде оған аборт жасату кезінде көп қан кетудің себебінен психологиялық сәл ауытқушылығы анықталады. Сөйтіп күйеуі Айдананың күйеуі Шерхан деп алайық, ол Айданаға психбольной ретінде относиться етеді. Яғни, оны кәдімгі қалыпты әйел емес, ол ауру, оған особый отношение керек деп кәдімгідей басқаша көзқараспен қарайды. И олар үйлерінде көп жануарлар ұстайды. Жануарлар дегенде жылан, бауырмен жорғалаушылар, ящерица, бақа, сондай неше түрлі жәндіктер ұстайды. Білмеймін не себепті екенін, оның барлығын маған әжем айтып жатыр. Одан кейін барып, олардың отасқандарына уже 10 жыл болған екен. Сонда ойлаңыздар, ол демек бір жаңағы операциядан кейін, яғни аборт жасатқаннан кейін, значит, сол жігітті бірден кездестірген. Білмеймін қалай екендігін. Ал Диас болса, екеу жүріп жүрген кездерде, жаңа 16 жастарында армандайтын, сен хирург бол, Диас. Сол кезде балаларымыз ауруханаға очередке, кезекке тұрмайды. Әкелер врач болса, балаларымыз мақтанып жүреді дейді. И как раз таки әкесі танымал хирург болады. Танымал дегенде жас хирург болады. Одан кейін барып, қыз өзінің подружкасын көшеде кітапханаға баратқан жолда кездестіріп қалады. Подружкасын көріп мәз болады. Олар кезінде бір мектепте оқыған. Кітапханаға кірген себебі қыздың ол кітаптарды оқығанды өте қатты жақсы көретін. Ал құрбысы кезінде жазушы болам деп армандаған. И екеуі бір-бірін көріп мәз болады. Бірақ жаңағы күйеуі Шерхан Айданаға сенбегендіктен оған уақытқа шектеу қояды. Яғни сен мынандай уақытта үйде болуың керек. Өйткені ол ауру ғой есебі. Бірақ ол негізінде сап-сау адам. Содан кейін подружкасы айтады, давай екеуміз кафеге барып тамақ ішейік, столовыйға барып тамақ ішейік десе, подружка Айдана айтады, жоқ, менің күйеуім ренжиді десе, қойшы, сен кішкентай қыз емессің ғой, күйеуіне отчет беретін. Жүр деп сөйтіп күйеуіне барады. Столовыйға барып тамақ ішеді. Одан кейін барып қыз үйіне жүгіріп барса, жігіт үйге бір қабылдауға бір жігіт келеді. Сөйтіп бұл Айдана ойлайды, менің артынан аңдып келе жатыр екен біреу деп. Оны өлтірейін деп жатыр деп ойлап, үйіне тез жүгіріп бара жатса, айтады, сен Шерханның әйелісің ба?
мен білем сендер қайда тұратындарыңды дейді. Қыздың жүрегі дүрс-дүрс. Сөйтіп үйіне кірсе, жоқ әзілдеймін, мен сенің күйеуіңе Шерханға приемға келдім дейді. Одан кейін барып приемға келгенде Шерханда пациент болады кабинетінде. И қыз үйде Айдана кофе дайындайды. Жаңағы енді қалай таныстырсам екен, қара Дәуіт секілді жігіт дейді. Ол Дәуіт деп айтайық, қатын. Дәуіт келеді, Дәуітке кофе дайындап берген кезде ол Дәуіт Айдананың артына жағындап тұрып, оны құшақтағысы келіп, көз қарасын өзгертіп, значит, Айдананы ұнатып қалады деген сөз. Екеуінің арасында бір искра пайда болады. От, жалын, махаббат оты дей ма? Сол кезде лапылдайды араларында. Бірақ күйеуі Шерхан приемны аяқтап шығып қалып, екеуінің әңгімелерін бұзып жібереді. Шерхан әйелінің қызғанып қалады. Содан кейін ол кетіп қалады. Прием жүргізіп болғаннан кейін Дәуіт мырза. Одан кейін күйеуі айтады: Шерхан, сен неге оған соншама жақындап сүйсейін деп тұрсың? Кім екенін білесің ба сен оның? Ол осы жақтағы ең бай адам дейді. Немен айналысады дейді. Бірақ айтпайды немен айналысатынын соңына дейін. Содан кейін барып айтады: біздің үйленгенімізге бүгін 10 жыл. Мен саған сыйлық бердім дейді. Әйеліне Сақинаның подарочный коробкасымен алып лақтырып жібереді. Содан кейін барып күйеуіне айтады Шерхан. Айдана айтады: мен жолда құрбымды кездестіріп қалып едім, үйге қонаққа шақырсақ болады ма, қалай қарайсың дейді. Шерхан келіседі. И жаңағы Айдананың құрбысы Нұргүлді үйлеріне қонаққа шақырады. Күйеуі психолог деп айттым ғой басында. Ол жалпы бақыласаңыздар психолог, психотерапевт, психоаналитик, жалпы психологияға қатысты адамдардың көбісі негізі өздерінде чуть-чуть ауытқу болуы мүмкін. Себебі олар тек қана сол психикалық науқастармен жұмыс жасай бергеннен кейін оларда сәл-пәл өздерінде де ауытқушылық анықталады. Менің көзқарасым бойынша ол әрине дәлелденбеген нәрсе. Содан кейін жаңағы құрбысы үйге келеді. Құрбысы үйге келгеннен кейін жаңағы Айдананың бір шашы түсіп тұрады. Білесіздер ғой, қыздар кекілерін, бүйтіп ұзын кекілерін алдыларына шығарып қояды ғой. Ал күйеуі ондайды ұнатпайды. Айдана тамақ ішіп кезде аузының ерні бөлініп қалса, күйеуі айғайлап ұрысып отырады. Бір капля су тұрып қалса, стаканында капля су тұрса, андай слишком перфекционист сияқты болады. Айдана шаш дейді. Ал ол кезде Айдана тілек айтып жатады. Тілек айтып жатқан кезде Айдананың сөзін бөліп: Айдана шашыңды ал, Айдана шашыңды ал. Тіпті ол андай сыр беріп тұрған жоқ та, менің әйелім сөйлеп жатыр-ау, тілек айтып жатыр-ау. Оған бәрібір, главное оның сөзі елену керек. И Айдана соған сай әрекет жасау керек. И Айдана шынданып кекілін былай артқа фук етіп қойып тастайды. Одан кейін барып біраз уақыт өткеннен кейін сок ішіп отырады. Сок ішіп жатқанда Айдананың стаканында сыртында бір капля су тамып барады. Яғни бір капля су тұрады стаканында. Сөйтіп ол Айдана капля деп ескертеді. Сөйтіп ол шымданып кетеді, соғын резко ішіп тастайды. Ал подружкасы оның барлығын бақылап отыр. Содан кейін подружкасы кетіп қалады. Жақсы, рахмет, шақырғандарына бәрі керемет болды деп кетіп қалады. Содан кейін барып бір күні, келесі күні Нұргүл Айданаға звондайды. Ал күйеуі сол уақытта прием жүргізіп жатады. Айдана үйде отыратын домохозяйка, жұмыс жасамайды, себебі оны есебі типа ауру деп ойлайды, күйеуі ауру деп қабылдайды и жұмысқа шығармайды. Содан кейін күйеуі прием жүргізіп жатады да үйге звонок, телефонға звондайды. Ол кездері білесіздер, екі телефон болады үйде. И оны екі жақтан да тыңдауға болады. Не туралы айтылып жатыр барлығын. Күйеуі резко телефонды алып қалса, ана жақтан әйелі резко алады да Айдана. Сөйлесіп бастаса, сөйтсе Нұргүл звондаған. Соны айтады: сенің күйеуіңнің басы істемейді ма, сені ұрып жіберген, жаздады, күйеуің ауру сияқты сен неге оған шыдап отырсың, ол саған деген отношениясы дұрыс емес, саған ауру ретінде қарайды, у вас нездоровые отношения, ол садист деп. Бізде қазіргі таңда да ондай проблемалар бар ғой, ол бұрынғы кезде ғана болған нәрсе емес.
күйеуің сенің садист, давай мен жұмыстар тауып аламын, сен с проживанием жұмыстар тауып берейін саған, сонда бірге тұрып сол үйде няня болып или тағы да басқа жұмыстар істе дейді. Оның барлығын күйеуі естіп қалады. Сосын айтады, ертең центр трудоустройствоға кел, мен сені жұмысқа орналастырамын, заявление жазамыз, қалай резюмеңді қалдырасың дейді. Оның барлығын күйеуі естіп қалады. Ал сол моментте Диастың өміріне оралайық. Диас хирург болып жұмыс жасайды. Бір күні магазинде бір кішкентай қызды көріп қалады. Ол қыздың аты Айдана. Біраз уақытқа ол өзінің Айданасын ұмытып кеткен ғой, енді алғашқы махаббатын 10 жыл өтіп кеткеннен кейін. Одан кейін барып біреу магазинде бір қыз жылап жатады, мама алып берші деп кукланы. Сөйтсе ол мамасы айтады, Айдана қой, ол кукланы алмаймыз, сенде көп қой деп. Сосын ол кукланы жаңағы хирург Айдана деген кішкентай қызға жаңағы хирург жігіт Диас алып береді. Сосын мамасы ренжиді, сен кімсің, вообще мен балама кукла беретіндей деп. Бірақ онымен сонымен әңгіме аяқталады. Жігіт болса тек қана мамасымен тұрады квартирада. Оның әкесі Афганистанда служит еткен, бірақ одан оралмаған. Оның әкесінің досы бар, ол әкесі сол досын аманат етіп тастап кеткенмен отбасыма қарайласып қойыңдар деп. Ал Диастың мамасы сол жаңағы досымен жатып жүреді, енді жыныстық қатынасқа түсіп жүреді. Бірақ оны ұлы біраз уақытқа дейін білмейді. Но әкесінен ешқандай хабар жоқ, ол өлі ма, тірі ма, но скорее всего ол әкесі өліп қалған. Диас жұмысқа кетіп бара жатқан кезде жаңағы Айдана деген кішкентай қызын мамасын лифтте кездестіріп қалады. Сөйтсе ол әйел жаңағы қызмен жалғыз өзі ғана тұрады екен. Әйел жігіттен Диастан 10 жас үлкен, аты Перизат. 10 жас үлкен, өте үлкен әйел. Жалғыз қызы бар, күйеуі жоқ, ол да дәрігер болып жұмыс жасайды. Одан кейін барып ол екеуі танысып, білісіп, сөйтсе ол жігіт хирург болып жұмыс жасайды ғой. Уақыт өте келе жаңағы әйел Перизат бұл жігіттің главный врачы болып, яғни бастығы болып жұмысқа орналасады. Сөйтіп ол әйел біраз Диасты айналдырады. Сөйтіп жаңағы Айдана деген кішкентай қызды Диастың мамасына тастап кетіп жүреді. Екеуі енді жақсы араласып алғаннан кейін, өйткені жаңағы Перизаттың қызында няня жоқ. Енді бала күтуші, үйде бала қарайласатын ешкім жоқ. Содан кейін барып, ол да центр трудоустройствоға барып, ол да өзіне няня іздеуге барады. Екеуі бір уақытта барады. Қараңыздар, қандай Алланың құдіреті деген шексіз нәрсе ғой. Сөйтсе, енді сол жерде екеуі танысып қалады, Перизат пен Айдана. Сосын Айдана жұмыс іздеп отыр, ал Перизат болса жұмыскер іздеп отыр. Сөйтіп Айданаға Перизат айтады, менің сондай қызым бар, мен сенің даусыңнан момын екеніңді сезіп жатырмын. Менің үйіме келші, маған няня керек, жалғыз өзімнің қызымның бөлмесінде тұрасың, бірге жатасыңдар, мен күні бойы жұмыста боламын дейді. Сөйтіп визиткасын береді. Ал жұмыс берушілер айтады, 3 баласы бар, шіріген, бай отбасы бар, сол үйге няня болып барасың деп данныйын береді. Содан кейін барып жаңағы Перизаттың домын тауып алып, үйін тауып алып, сонда келсе, ол жерде Диастың анасын көріп қалады. Айдана Диастың анасын таниды, яғни түрін біледі, бірақ 10 жыл өткен, Айдананың түрі өзгеріп кеткеннен кейін Диастың анасы Айдананың түрін ұмытып қалған. Бірақ Диастың анасының қолында жаңағы Перизаттың кішкентай қызы, кішкентай Айдана. Сонда көріп қалып, есігін дүрсілетіп жатады Айдана. Сосын айтады, сіз нянясыз ба келген? Бұл кісілер үйде жоқ, қазір шамалы уақыттан кейін келеді, 1 сағатта кішкене күте тұрыңыз дейді. Сосын Айдана елестетеді, бұл Диастың мамасы екен ғой. Значит, Диас мана көрген әйел, ол Диастың әйелі болып тұр ғой. Мен олардың няня болғанша лучше жұмыс істемей қойғаным артық деп Айдана кетіп қалады. Жаңағы жұмыс беруші ұсыныс жасаған 3 баласы бар бай әйелдің үйіне жұмысқа тұрады. Олар өте капризная семья болады. Сөйтіп бір күні 3 баласы бар, 2 қызы, 1 ұлы. Олар өте андай еркелеп қалған, адамды алдайтын, жынды қылатын, үстіне шығып кететін, сондай семья болады. Содан кейін барып, ұлы бір күні жаңағы үйдің хозяйны басқа жаққа демалуға кетіп қалады.
сөйтіп хозяйкасы ішіп жылап отырады, не істеймін енді деп. Ал оның күйеуі байда, әйелі емес. Сөйтіп әйелінің, жаңағы бай әйелдің мамасы звондайды, сен күйеуің қайда екенін өзі білесің ба, күйеуің гулять етіп жүрсе де білмейсің, сен ішіп жатсың деп. Сөйтіп әйелі күйеуінің артынан ұшып кетеді. Ал сол моментте жаңағы біздің Айдана деген басты кейіпкеріміздің сіңілісі болады. Үйде сіңілісі және інісі болады. Оның сіңілісі Асиге айтуды ұмытып кеткен нәрсем, Айдананың ата-анасы Айданадан бас тартады. Яғни сен біздің отбасымызды қараладың, біздің басқа адамдарға қарайтын бетіміз жоқ, жасына жетпей екіқабат болып аборт жасадың деп одан бас тартады. Яғни біз саған ата-ана емеспіз деп. Ал бұл Айдананың анасы өте жырпылдақ кісі болады, ал әкесі сәл чорттау, андай слишком үндемейтін, добрый адамдар болады ғой, сондай болады. И анасы оны еркек сынды көрмейтін, себебі еркектік ешқандай қасиеттері жоқ, адамды тартпайды деп ойлайтын. Ал оның, яғни анасының күйеуі, енді әкесі, ол жаңағы любовницасына жұмыс жасайтын болады. Жаңағы любовнигіне жұмыс жасайтын болады, яғни жаңағы гинекологқа. Екеуі біраз уақыт бірге жыныстық қатынасқа түсіп, күн сайын күнара кездесіп жүреді. Ал гинекологтың жасы жеткен үлкен кісі болады. Одан кейін барып жаңағы әйелдің, яғни Айдананың інісі болады. Ол інісі жаңағы любовнигінен, гинекологтан болады. Оны біраз уақыт олар білмей жүреді, бірақ бір күні жаңағы Айдананың сестренкасы жаңағы проституциямен айналысып кетеді. Яғни бұзылып кетеді ол қыз. Жүргіш қыз болып кетеді. Содан кейін барып ол жаңағы гинекологтың үйіне вызовпен келеді. Келсе, үйде жаңағы кішкентай ұлдың суреттері, яғни өзінің үйдегі інісінің фотолары жатады. Сөйтсе жаңағы Айдананың мамасы, міне сенің ұлың өзің тірідей көргің келмесе де мен саған суреттерін әкелемін қазір аз деп суреттерін алып келіп жүреді. Сөйтіп не керек, өтіріктің арты бір аптадан барлық шындық ашылады, бірақ күйеуі мен әйелі ажырасып кетеді, яғни жаңа Айдананың ата-анасы ажырасып кетеді. Інісіне соңында айтады, бертін келе інісі естіпті оның әкесі басқа адам екендігін. Одан кейін барып Айдана сол үйде әлі үй қызметшісі болып жұмыс жасап жүреді. 3 ай көлемінде үй қызметшісі болып жұмыс жасайды. Содан кейін барып бір белгілі бір себептермен үйіне скорый шақырып, жаңағы үйдің баласы ауырып қалғаннан кейін скорый шақырады. Сол кезде скорыйдың ішінде врач скорой помощи болып Диас келеді. Диас айтады, сен балаң ба дейді. Айдана ұялмай, мен балам дейді. Өйткені ол ойлап тұр ғой, бұның да баласы бар, мені де бақытты деп ойласын деп. Сөйтіп Диас айтады, бақыттысың ба дейді. Әрине бақыттымын дейді. Диас іші күйіп кетеді да, сөйтіп кетіп қалады. Ал бұл платный жасалған вызов болады да, Айдананы жұмысқа шақыртады, жаңағы хирург вызов жасаған больницаға шақыртады. Платный болғандығына птичка қойып қол қою керек деп. Жаңағы Диас ренжіп шығып кетеді ғой, енді жаңағы ақпаратты қабылдамай. Сөйтіп барған кезде ол жаңағы главврачы, яғни кәрі әйел бар ғой, көршісі өзінен Перизат, соны көреді. Бірақ Перизатқа айтады енді ақтарыла келе, в общем, ол оның баласы емес екендігін, ол үйде бала күтушісі болып жұмыс жасайтындығын барлығын айтып береді. Ал Перизат болса айтпайды, ол ештеңе айтпайды. Ол хотя Айдананың күйеуі жоқ екендігін барлығын біліп тұр ғой, но Диасқа айтпайды. Себебі Перизат Диасты жақсы көретін. Ал Перизаттың жаңағы Айдана деген кішкентай қызы, ол министр здравоохранениедан екен. Яғни бывший министр здравоохранениедан. Ол Перизаттың барлық жағдайын жасап берген екен. Үйін, машинасын, жұмысқа кіргізу барлығын қамтамасыз еткен сол өзінің бұрынғы күйеуі екен. Бірақ оны қазір тастап кеткен, себебі оның басқа жас әйелі бар екен. Одан кейін барып екеуі қонып жүреді, хирург, яғни Диас пен Перизат екеуі. Содан кейін барып бір күнінде жаңағы Айдана көшеге шығады, үйінің хозяйкасы мен хозяйны қыдыруға кетіп қалған кезде, балаларды үлкен қызына тастап, сол үйдегі көшеге шыққан кезде жаңағы басында болған бізде Дәуіт деген бар ғой, қара Дәуіт деген. Сол ұстап алады да айтады, сен маған ұнайсың, давай екеуміз кездесейік деп. Екеуі кафеден тамақ ішеді. Енді былай қарап тұрсаң, реально ол жақсы көретін сияқты отношение танытады да негізі Айдана соған сенеді. Содан кейін барып айтады,
мені үйге дейін апарып таста деп үйге алып барса, үйінің хозяиндары уже демалыстан келе жатады. Сосын айтады, сен білмейсің ғой мен кімге няня екенімді, мен осындай бай адамдарға нянямын деп. Сөйтіп қарадәуіт жаңағы адамдарды танып қалады. Сөйтіп қыз әйтеуір тұтқиылдан тығылып үйіне кіреді. Кіргеннен кейін барып не болғанын нақты білмеймін, бірақ та сөйтіп бір күні түнде үйде әйелін, жаңағы няня болып жатқан үйдің хозяйкалары бар емес па, хозяйкасын балаларымен 3 бала жағасымен жіберіп жүреді шетелге. Еркек үйде жалғыз өзі қалады. Именно жаңағы няняны алып қалады үйінде. Ол үйді де жинайтын болады, ол балаларды ғана қоймай тамақ та істейтін тұғын. Хозяин соған тиіспекші болады да, бірақ әйел ондай мүмкіндік бермейді. Содан кейін барып Дәуіт әйелге звондайды, жаңағы Айданаға, терезеден қарашы, мен келіп тұрмын деп. Бірақ Айдана терезені ашпайды, оны қарауға ол ұмытып кетеді, жаңағы үйдің хозяинына тамақ істеп жүрген кезінде. Содан кейін барып бір күні, сол күні үйге еще жезөкшелер келеді. Бұзылған әйелді шақырады, ол үйге сіңлісі келеді, өзінің сестренкасы келеді. Сосын Айдана өзі ұйықтап жатады. Ұйықтап жатқан кезде үйге терезеде шүлетеді. Енді оянып қараса, дәл қасында көзінің алдында Дәуіт тұрады. Мұрнын жауып ұйықтатып тастайды. Көзін ашса уже күн жарық екен. Содан кейін телефон звондайды да, күйеуінің, үйдің хозяинының енесі, яғни әйелінің анасы звондайды, қайда деп, есіне барады да, барса өліп қалған екен деп, ол шыңғырап жылайды. Енді ол өлтірген жоқ, оған ешқандай оның кінәсі жоқ. Сосын телефонды қоя салады да, күн жаңбыр жауып жатқан кезде не істерін білмей, ол өзінің бұрынғы күйеуіне барады. Күйеуіне барады да жылайды, мен не істеймін енді, айтшы, пожалуйста, Шерхан, мен емес өлтірген, солай болды деп барлық жайтты айтып береді. Сосын күйеу айтады, мен саған сеніп тұрмын деп. Бірақ ол күйеуін тастап кетті ғой, Айдана үйінен қашып кетті ғой, күйеуін тастап. Айтады, мен сені түсініп тұрмын, сен сотқа главное былай показания бер, мен ол күні түнде күйеуімнің қасында болдым, мен жұмыста болған жоқпын деп показания бер, мен подтверждать етемін да, айтам, менің қасымда болды деп айтам дейді. Все, давай, келістік деп келісіп алады. Сосын әйел үйге кіріп баратқан кезде, жаңағы няня болған үйге енді келатқан кезде Дәуіт ұстап алады. Айтады, өтінем, барлық нәрсені мен қалай айтам, солай айтып берші, мен сені құтқарып аламын да, екеумізге өтірік документ жасатып, екеуміз шетелге кетіп қаламыз, бізді ешкім таба алмайды дейді. Сөйтіп әйелдің басы қатып бірыңғай өтіріктерді айтып береді. Сосын барып күйеуін алдыртады. Келесі күні жаңағы Шерханды психолог, психоаналитик күйеуін алдырады да, күйеуінен показания алғанда күйеу айтады, күйеуінен сұрайды, сіздің қасыңызда болыпты ғой осы түнде десе, күйеу айтады, жоқ, 3 ай болды ол мені тастап кеткеніне, мен оны бірде-бір рет көрген емеспін, ол өтірік айтады, өлтірсе өлтірген шығар, оның басы ауырады деп барлығын айтып береді. Сөйтіп әйел оған сенбейді, ал уәде берген Дәуіт те жоқ болып кетеді. Енді әйелді подставить етіп тұр бұл жерде барлығы. Содан кейін барып әйел 10 жылға сотталып кетеді. 10 жылға сотталып кетеді. Диас әлі де үйленбеген, ал жаңағы главврач болса өзінің бұрынғы күйеуіне қайтадан қосылады. Сөйтіп не керек, қыз 10 жылдан кейін түрмеден шығады. 10 жыл деген, былай қарапсаң, ауызбен айтқанда 2 қарып, қаншама өміріңнің жартысы өтіп кеткенде болады. Әйел уже сәл-пәл бұзылып шығады, шылым темекі тартады, түрмеде отқан адамдар білесіздер. Одан кейін барып, ол қыз вокзалда квартира бар ғой, бізде қалаларда квартира береді, кішкентай квартираларды арендаға беретін болып, жұмыскер болады просто. Вокзалда квартираны сатып, квартира арендаға беріп жүрген кезде Диас оны көріп қалады. Яғни Диас сол кезде анасын, жаңағы анасының жігітімен, яғни әкесінің досымен екеуі отбасын құратын. Сол кезде күтіп алуға шыққан кезде жаңағы Айдананы көріп қалады, өзінің алғашқы махаббатын. Өз көзіне өзі сенбей, Айдананың түрі өзгеріп кеткен, прическасы ұлдарский болып, түрі басқаша болып, әбіршіп. Бірақ Айдана өзі по жизни андай сүмелек адамдар болады ғой, интроверт, ешкіммен сөйлесе қоймайтын, андай неживая болады да, активный емес енді. Сондай бір вялый қыз болады. Сөйтіп ол тығылып қалады, Диас көрмесе екен деп тығылып қалады да, бірақ Диас оны бақылап қалады. Содан кейін барып Диас оны іздейді, оны мамасы іздейді. Содан кейін барып біраз уақыт өткеннен кейін Диас қызы тауып алады.
қызды тауып алып құшақтасып екеуі отбасын құрады. Яғни ол аралықта бізде көптеген проблемалар болды. Но оның барлығын әңгімені көбейтіп айтудың қажеті жоқ. Но бұл әңгіменің қорытындысы екі жас, яғни алғашқы махаббат кеш те болса жалғасын тапты. Диас осы кезге дейін үйленбеген еді, ал Айдана болса баласы жоқ, бір рет тұрмыс құрған болса да 10 жыл түрмеде отырып шығады. Бірақ Айдана өзінің қателігін түсінеді. 10 жыл мен отырсам да мен барлық нәрсені өзімнің тілімнен таптым. Мен өзімнің сүмелектігімнің кесірінен таптым. Мен өзімнің тірі болмағандығымнан, шындықты айтпағанымнан таптым дейді. Сөйтіп барлық шындық әшкере болады. Яғни Диас әрине оған сенеді, ол ондай адам өлтіруге бармайтындығына. Бұл оқиға аяқталады. Қазір олардың 4 балалары бар. Олар бақытты отбасы. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Тағы да қайталап кетейін, бұл оқиға шынайы өмірде болған оқиға.